Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Атырауда аутизм және сал ауруына шалдыққан балалар үшін тегін түзету орталығы ашылады. Бұл ерекше балаларға арналған Атыраудағы алғашқы түзету орталығы. Номер 3 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығының базасында ашылатын күндізгі стационарға бір уақытта 30 бала жүгіне алады. Жаңа орталықта аутизм диагнозы қойылған және церебралды сал ауруына шалдыққан, тірек қимылы бұзылған балалар тегін ем алады. Мамандар балалармен жеке-жеке жұмыс жасайды. Белгіленген уақыт бойынша әр балаға 3 сағат бөлінеді. Оларға әзірге 45 күндік ем-шара курсын жоспарланып отырмыз, дейді номер 3 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығының басшысы Анар Маратова. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.